Саламатсыздар ма, құрметті достар. Өткір тақырып каналы әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарға өзінің шолуын жүргізеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевты қабылдады деп хабарлайды Ақорда. Кездесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаевқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің биылғы 7 айдағы жұмыстарының негізгі нәтижелері мен ведомствоны қайта құру шараларын ұйымдастыру туралы баяндалды. Алик Шпекбаев президентке агенттік құрылымында жаңадан құрылған 5 департамент, алдын алу, парасаттылық, серіктестік, квази-мемлекеттік сектордағы құқық қорғау және сот органдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықты анықтау және тергеу департаменттерінің жаңадан құрылғаны жөнінде мәлімет берді. Кездесу соңында мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес барысында берілген тапсырмаларды жүзеге асыру үшін заңнамалық және ұйымдастыру шараларын уақытылы қабылдау қажеттігін атап өтті. Соның ішінде Қасым-Жомарт Тоқаев қарамағындағы қызметкерлердің жемқорлық әрекеті үшін мемлекеттік органдардың бірінші басшыларын қызметінен босату институтын енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормативті құқықтық актілерді сараптамадан өткізуді қайта қалпына келтіру, мемлекеттік қызметшілердің заңсыз баюы, кіріс және шығыс декларацияларын жариялау жауапкершілігі жөніндегі шаралардың маңыздылығына назар аударды. Қазақстандық әскери альпинистер 2,2 мың метр биіктікте орналасқан Победа шыңының қарқара лагеріне жетті. Алайда құтқарушылар қолайсыз ауа райына байланысты жоғалып кеткен алматылық альпинистерді іздей алмайды. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады. Министрлікте атап өткендей, ауа райының қазіргі жағдайы альпинистердің жоғалу мүмкін аумақты аралап ұшып шығуға мүмкіндік бермейді. Көшкін түсу қаупі бар. Алдын ала нәтижесіз бағытқа шығудың мәні жоқ. Іздеу аймағы өте кең және бірдеңе табу мүмкін емес деп мәлімдеді құтқару операциясының жетекшісі Василий Певцов. Енді құтқарушылар аман қалған альпинистерді тепловизордың көмегімен іздеу үшін ауа райының жақсаратынына үміттеніп отыр. Соңғы рет жоғалған альпинистер 6,5 мың метр биіктіктен байланысқа шыққан. Олар 3 азаматтың біреуі қайтыс болғанын айтып үлгерген. Ал жоғалған алматылықтардың туыстары көпшіліктен көмек сұрады. Алматыда өткен педагог қызметкерлерінің форумында білім министрі Асхат Аймағамбетов мектеп директорларының жалақысын қайта қарау қажеттігін, себебі олардың әрқайсысы қосымша ауыртпашылық арқалап жүргенін айтты. Өз сөзінде Аймағамбетов мектеп директорларының еңбек өтілі әртүрлі екенін алға тартты. Олардың бірі 5 жыл жұмыс істесе, енді бірі 20 жыл еңбек етуде. Сол себепті оның пікірінше білім саласында ротация жүйесін енгізген дұрыс. Білім ғылым министрлігі басшысы қазіргі уақытта мектеп директорлары тек қана оқу мекемесін басқарып қана қоймай, сабақ беретін тілге тиек етті. Сондықтан оның пікірінше оларға жалақы төлеу тәсілін қайта қарау қажет. Асхат Аймағамбетов ведомствода оқу мекемелері басшыларына берілетін бірінші, екінші және үшінші біліктілік санаттарын енгізу жұмыстарымен айналысып жатқанын айтты. Осының арқасында директорлар тиісінше 150 және 30% үстеме ақы алатын болады. Алматыдағы Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетіне оқуға түскен бірінші курс студенттерінің ата-аналары жатақханада орын жоқтығын айтып, жанайқайын жеткізді. Базынасын арқалағандардың дені еліміздің әр түкпірінен келген деп хабарлайды КТК арнасы. Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің маңайы күнде жиын, күнде дүрбелең. Грантқа түскен баласын жетектеп, жатақханадан орын таппаған ата-аналар кезекке алдын ала онлайн тіркелгенін айтады. Алыстан тартынып жеткен бойда құжаттарын түгендеп, жатақханасының ақысын төлеп үлгеріпті. Алайда жатақханада орын жоқтығын естіген. Біз алыстан келдік, Павлодар облысынан, грант бойынша. 2 күн бойы вокзалда жүрміз, баланы апаратын жер жоқ, көп балалы отбасымыз, дейді Қарашаш Башкенова. Әйел адамның сөзінше, бірінші курста жатақхана берілетінін айтыпты, алайда қазір жатақхананың жоқтығын жеткізіп күйінді. Тағы бір ата-ана Ақмарал Есбергенованың сөзінше, жатақханаға ақшасын төлеген, тіпті медкомиссиядан өтіп қойған. Алайда бұл тұрғынға да орын жоқтығын айтқан. Негізі алыстан келген біздерге жатақхана болады деген. Оның үстіне бірінші курс грантпен түскен, дейді келіншек. Ал бұған қатысты жауап берген оқу ордасының өкілдері ата-аналардың жанайқайын жоққа шығарды. Олардың пікірінше, биыл университетке 2360 талапкер оқуға түссе, оның жартысына жуығы жатақханада тұруға өтініш беріпті. Барлығын қамтамасыз етуге шамамыз жетеді деген басшылық ата-аналар асығыстық танытып отырғанын айтты. Кейбір ата-аналар осы күндерін жатақханада баласымен бірге өткізгісі келеді. Ол ешқашан мүмкін емес. Бізге электронды түрде 1037 өтініш түсті, ал жатақханамызда 1155 адамға орын бар. Толықтай жетеді.
Бірақ оларды тамыздың 21-нен бастап қана орналастыра аламыз. Оған дейін еш көмек бере алмаймыз, дейді Қаныш Сәтпаев атындағы КазұТЗУ проректоры Ринат Ысқақов. Дегенмен бірнеше күннен бері оқу ордасының табалдырығын тоздырған ата-аналардың қабылдау бөлімінің алдынан кеткісі жоқ. Бәрінің көкейінде сенімнен гөрі күдік басым. Әсіресе бүгін ертең кері қайтуға билет алып қойғандары әлі оң солын танымаған баласын кімге табыстап кетерін білмейді. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу тәртібі өзгерді деп хабарлады. Бұл өзгеріс жүргізуші куәлігін тұңғыш рет алатындар үшін ғана емес, 083У медициналық анықтамасы қажет ететін барлық жүргізушілер үшін ыңғайлы делінеді хабарламада. Корпорацияның мәліметінше, медициналық тексеру анықтамасы жүргізуші куәлігін тұңғыш рет алғанда, мерзімі өткенде немесе куәліктен айырылған жағдайда қажет. Сонымен қатар медициналық анықтама беретін комиссия құрамына енген мамандар саны да өзгерді. Бұрын 7 маманның алдынан тексерістен өту керек болса, енді 4 маманға дейін қысқарды. Терапевт, окулист, отоларинголог және психиатр-нарколог қана қалды. Сондай-ақ енді қан тапсыру, зәр тапсыру, плеурография жасату сияқты тексерулер қажет емес. Психо және наркодиспансер анықтамаларын алуда жеңілдетілді. Енді терапевт ақпараттық жүйеден тексере салып, қажетті анықтама береді деп атап өтті мемлекеттік корпорация өкілдері. Елімізде жыл басынан бері 337 мың адам жүргізуші куәлігін алған. Көкшетау қаласының тұрғыны 14 жастағы Ділназға жол апатынан көз жұмған үндістандық жігіттің жүрегі салынған. Осылайша бүгінде жасөспірімнің бір емес екі бірдей анасы бар деп хабарлайды Тенгриньюз KZ сайты. Ділназ Исанованың ата-анасы қызының қорқынышты диагнозы кеңейтілген кардиомиопатия туралы ол 3 жаста болған кезде білген. Бұл ауру өз кезегінде миокардтың жұмысын бұзады. Ата-анасы Анар мен Төлеген Исановтар қызының өмірі үшін күреспек болып Мәскеуге аттанады. Сол жақта дәрігерлер оларға бұл ауруды жүректі ауыстыру арқылы ғана емдеуге болатынын айтады. Осылайша олар 2008 жылдан бастап ота жасату үшін квота алмақ болады. Араға 7 жыл салып, Ділназ 2015 жылы Үндістанға барды. Үндістандық жігіт Адейт әкесі Паулсонмен бірге жол көлік апатына ұшырады. Олар отырған көлік мектеп автобусымен соқтығысқан. Бала ауыр жарақат алып, дәрігерлер оның миының өлгенін айтты. Марқұмның анасы Шенсей ұлының жүрегін өзгеге беру қиын шешім болғанын мойындайды. Десе де оның отбасының барлық мүшесі, әсіресе әжесі қолдады. 2015 жылдың 18 тамызында трансплантолог Камаракша Балакришнаның бақылауымен ота жасалды. Ол балалар мен ересектерге 25 мыңнан астам ота жасаған әйгілі кардиохирург. Үндістанда жүрек пен өкпе трансплантациясының негізін қалаушы. Ділназ операциясы Балакришнаның денсаулық сақтау министрлігімен және ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының жетекшісі Юрий Пямен бірлескен жұмысының көмегімен мүмкін болды. Адиттің анасына осындай шешім қабылдаған үшін ризамын. Оның мейірімділігінің арқасында қызым екінші рет өмір сүруге мүмкіндік алды, дейді Ділназдың анасы Анар. Адиттің анасы ұлының өлімінен кейін күйзеліске түсіп, ғибадатхана мен ұлының қабіріне барып жүрген. Араға 4 жыл салып, Ділназбен кездескен ол жылап жіберді. Ол ұзақ жылдан бері бірінші рет өзін бақытты сезінгенін айтты. Балалар үйіне қонақ ретінде келген блогер Нияз Сүндеталиев өзінің жазбаларында лагердің жағдайын көріп, жағасын ұстағанын хабарлады. Нияздың мәліметінше, оны балалардың алдында сөз сөйлеп, өз өмір тәжірибесімен бөлісуін сұрап, балалар үйінің өзі шақырған екен. Алайда блогер мекенжайға барған бетте-ақ жағасын ұстаған. Ашынғаны соншалықты демалыс орнын балалар концлагеріне теңеді. Майқұдықтағы балалар үйі шақырған. Келдім. Қарағандыдан 27 шақырымда орналасқан солнечный лагері бұл. Жаным түршігіп кетті. Балалардың не кінәсі бар деймін. Содан соң да бұл балалар концлагеріндегі масқараны елге жария етейін деп шештім. Волейбол мен баскетболға арналған алаң асфальтталып тасталған. Балаларға арналған алаңда шөп басқаны сонша одан кісі басы көрінбейді. Лагер территориясында баяғыдан жөндеуді қажет ететін тот басқан спорттық темір-терсектер төбе көрсетеді. Жуынатын бөлме, құбырлар. Иісін айтпай-ақ қояйын, ғимараттың кей бөлігінде жарық та жоқ, электр жүргізілмеген. Балалар өз киімін өздері қолмен жуады, өйткені бұл ғимаратта кір жуатын жер мүлде жоқ. Өртке қарсы құрылғылар. Ондай ескерту бағаны жоқ. Өрт сөндіретін құрылғы да тіпті құмның өзі де жоқ. Есік алдында кешке жарық жоқ, тас қараңғы. Асхана залдың еденінде су ағып жатыр. Есік терезесі кір-кір, бұрыштары көгерген, шыбын-шіркей қаптап жүр.
Актовый залдың қабырғасына жағылған бояулар қопарылып түсіп жатыр. Еденге жайылған линолеум жыртық-жыртық, еденнен көктің иісі мүңкіп тұр. Балалардың жуынатын бөлмесін, душты көрсетуді сұраған едім, басында келіскенмен артынан айнып қалды. Соған қарағанда ол жақтың жағдайы да мәз емес секілді. Медбике отыратын бөлмеге кірмедім де, бәрі түсінікті. Тамаққа отыратын кезде балалар қолын қалай жуатынын көріңіздер видеодан, деп жазды Нияз Facebook желісіндегі парақшасында. Осы сурет пен видеоларды сала отырып, Қарағанды қаласының және Қарағанды облысының әкімдігінің жауапты органдарын, балалар құқығы жөніндегі өкілетті тұлға Аружан Сайынды, қалалық және облыстық мәслихаттың депутаттарын, қаладағы және облыстағы қоғамдық ұйымдарды, Нұр Отан партиясын осы мәселеге назар аударуды сұраймын, деп сөзін қорытады Нияз Сүндеталиев. Ақтөбе облысында өз қызын зорлаған қылмыскерге халықаралық іздеу жарияланды, деп хабарлады Закон.kz сайты. Тергеу мәліметінше, зорлық 2019 жылдың 27 ақпанында Ақтөбе қаласының Қарғалы ауылындағы Мира көшесінде орын алған. 1983 жылы туған Ахметов Ермек пәтерде кәмелетке толмаған қызын зорлап, артынша аса ауыр қылмыс жасап, оқиға орнынан қашып кеткен. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120 бабының 4 тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталып кетті. 17 шілдеде Қостанай облысының тұрғыны лотереядан 2 миллион теңге ұтып алған. Алайда оны алып кетуге асығар емес, деп хабарлады Алау арнасы. 2 миллионды ұтып алған әйел 17 шілде күні Торғай ауылындағы Қазпошта бөлімшесінен лездік лотерея сатып алған. Сөйтіп $5000 сәл астам ақша ұтып алыпты. Ең қызығы, әйел жоқ болып кеткен, яғни ұтысын алып кетуге асығар емес. Сәтті жұлдыз ұлттық лотерея операторы акционерлік қоғамының қызметкерлері оған ұтысты алу үшін құжаттарын алып Қостанайға бару қажеттігін түсіндірген. Тіпті алдын ала келісіпті, бірақ келмей қалған. Оның телефоны әлі күнге дейін сөндірулі. Біз одан тезірек келіп ұтысын алып кетуін сұраймыз, деп атап өтті компанияның пиар менеджері Әсемгүл Сыздықова. Егер әйел 180 күннің ішінде ұтысын алып кетпесе, онда ақша мемлекетке аударылады екен. Ұтыс салығы 10% болады, бірақ ол автоматты түрде алынады. Біріккен ұлттар ұйымының халықты орналастыру қоры Қазақстан мектептерінде жыныстық тәрбие курстары енгізіліп жатқанын хабарлады. Белгілі болғандай, Біріккен ұлттар ұйымы халықты орналастыру қоры Білім министрлігімен бірлесіп, мектеп бағдарламасына адам тану бағытында жыныстық тәрбие курсын енгізіп жатыр. Биыл біз бұл бағытта 2 оқу орнымен әріптестікті бастадық. Атап айтқанда, бұл орта мектептерге енгізілетін барлық курсты дайындап ықшамдайтын Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы. Сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектебі. Бұл арада қандай да бір жеке пән болмайды, оған бөлек сағаттар бөлінбейді. Жаратылыстану, биология сияқты жалпы пәндерге тақырып ретінде арасында енгізіледі, деді Біріккен ұлттар ұйымының халықты орналастыру қорының атқарушы өкілі Райымбек Сейсемалиев. Мұғалімдер пилоттық мектептерде дайындық курстарынан өткені белгілі. Бірақ барлық мектептерге өзгерісті енгізбес бұрын 2019-2020 оқу жылында сынақ жүргізіледі. Егер нәтиже ойлағандай болса, онда Қазақстанның барлық мектептеріне енгізілетін болады. Оқушылардың жаңа оқу жылындағы каникулдарының мерзімі белгілі болды, деп хабарлады Білім және ғылым министрлігі. Министрліктің бұйрығы бойынша 2019-2020 оқу жылы 2019 жылдың 1 қыркүйегінде басталады. Бірінші сынып оқушылары 33 апта оқиды, екінші және 11 сынып оқушылары 34 апта оқиды. Күзгі каникулдар 28 қазаннан 3 қарашаға дейін 7 күн, қысқы каникулдар 30 желтоқсаннан 8 қаңтарға дейін 10 күн, көктемгі каникулдар 21 наурыздан 2 сәуірге дейін 13 күн. Сондай-ақ министрліктердің мәліметінше, бірінші сынып оқушыларына тағы қосымша каникул беріледі, 3 және 9 ақпан аралығында 7 күн. Осылайша оқу жылы 2019 жылдың 1 қыркүйегінде басталып, 2020 жылдың 25 мамырында аяқталады.